Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы снимаем очередной выпуск нашего проекта Green Talks. Как вы знаете, проект Green Talks реализуется Международным центром зеленых технологий, Министерством экологии и природных ресурсов. Сегодня мы снимаем выпуск, который мы посвятили вопросу леса, лесной отрасли и углеродных лесных офсетов. У нас в гостях два спикера. Первый спикер Нурпиисов Мади, руководитель управления развития лесного хозяйства, Министерства экологии и природных ресурсов. И Кертешев Талгат, декан факультета водные, земельные и лесные ресурсы КАЗНАУИ. Сегодня выходной в Алмате, да, мы снимаем очередной выпуск. Спасибо, что сегодня приехали. Сегодня первый вопрос, Талгат Алексеевич, наверное, я хочу вам задать. Концептуальный вопрос, прежде чем вообще перейти к вопросу по лесной отрасли, лесному хозяйству. Вообще, сколько у нас категорий земли есть в Казахстане и какую роль там занимает вот это лесное хозяйство, земли лесного фонда? Очень хороший вопрос. Вот основой, да, землепользования это является земельный кодекс, и где имеются 7 категорий. Это земли сельхозназначения, земли промышленности, земли населенных пунктов, земли лесного фонда, земли особо охраняемых природных территорий, земли водного фонда и земли запаса. То есть вот эти категории земель, они выделяются на основе зонирования земель, территорий каждого района. И она утверждается, вот это зонирование должно утверждаться на уровне районных акиматов, то есть маслихатов. И целевое использование этих земель, да, должны осуществляться на основе вот проведенных зонирований земель. И последние годы, чтобы улучшить вопрос землепользования, вот по линии проектов, международных проектов внедряется система ландшафтного планирования. Вот, то есть, вот, когда мы, допустим, используем земель сельхозназначения, мы одновременно должны учитывать и вопросы биоразнообразия, допустим. Мы знаем, что земли сельхозназначения, допустим, там содержится порядка 40% биоразнообразия. И предыдущие годы, да, вот за прошлые годы, оно никем не были учтены, поэтому вопрос охраны животных, редких видов растений и так далее, они оставались вне внимания, вне зоны внимания со стороны управленческих органов. Поэтому здесь, вот, внедряя систему ландшафтного планирования, мы повышаем эффективность использования земель. То ли это будет земли населенных пунктов, да, или это земли лесного фонда, или земли водного фонда и так далее. То есть поэтому здесь вот именно основой осуществления всей деятельности сельскохозяйственной, лесохозяйственной или природоохранной деятельности, промышленной деятельности, это как раз должно осуществляться на основе тех категорий земель и тех зон, которые выделяются в рамках каждой категории. Вот когда мы работали на территории, допустим, Кургалжинского района Акмолинской области, там есть земли запаса, да, это земли запаса или это те земли, которые в свое время, во время целины, они были вспаханы, и сейчас 50%, примерно 50% земель района относятся к бросовым землям, неиспользуемым землям. Поэтому здесь мы должны ставить задачу, чтобы обратно восстановить эти земли в качестве пастбищ. То есть там это земли, засушливые земли, поэтому там нельзя заниматься земледелием или выращиванием пшеницы, которые вот до настоящего времени проводятся. Почему? Потому что крестьянское хозяйство, туда, вкладывая свои деньги, получает, допустим, 2-4 центра из гектара. То есть оно не окупается, заранее зная, что продуктивность этой земли и климатические условия не подходят. И там мы должны пересматривать на основе зонированных земель другие виды деятельности. То есть там надо развивать животноводство или те же отгонные животноводства. То есть вот такие вопросы, это являются основными, да, вот, когда мы говорим в отношении вопроса улучшения землепользования в целом. Рахмет, Талгат Алексеевич. В общем, у нас 7 категорий земель. Есть категория земель, лесные фонды, так называются. Да? Вот, Мади, наверное, вам вопрос. Вот, лесные фонды, орман қоры дейміз ғой, сол орман қорының көлемі қанша, сол орман қорына не кіреді? Енді бізде Қазақстанда мемлекеттік орман қоры бар, және жеке меншік орман қоры бар. Олардың бізде мемлекеттік орман қорының жері 31 миллионға шамамен жетеді, соған жетіп келе жатыр. 30-9 миллион гектар, дәлірек айтсақ, соның ішінде 13-7 миллион гектары ол орманмен қамтылған. Яғни
ағаштар өскен, жасыл желектері бар алқаптар. Қалған алқаптар ол мемлекеттік орман қоры ішіндегі басқа категориялар, яғни оның ішінде жайылым бар, сенокос бар, басқа да жерлері бар. Қазіргі таңда бізде мемлекеттің лесистік дейді ғой, ормандылығы 5% құрайды. Тәуелсіздік жылдардың басында 3-8% болған, қазір сол 5%-ға дейін көтерілді, және де 6 миллион гектарға ұлғайтылды орман жері 30 жылдың ішінде. Қазір 30,9 миллион гектар. Сол кезде ол бүткіл Қазақстан елінің аумағында қанша пайыз алады? Ол 30,9 дегеніміз 11,2% болады. 11,2%, Иә. Және сіз айтып жатсыз, 5% ол жаңағы талдары бар деген сияқты. Иә, ағашы бар, орман кәдімгі Орманмен қамтылған аймақ. Орманмен қамтылған аймақ. Түсінікті. Жаңа сіз айтып отырсыз, мемлекеттік қор және жекеменшік қор. Сол мемлекеттік қорға соның ішіне не кіреді тағы да? Мемлекеттік орман қорының ішінде ол жерлерде, мысалы, бізде ең бастысы бұл ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, яғни ол біздің мемлекеттік ұлттық табиғи парктер, резерваттар деген сияқты. Бізде Қазақстанда 14 мемлекеттік ұлттық табиғи парк бар, 7 резерват бар, оның 5-еуі табиғи резерват болатын болса, 2-еуі орман резерваты, ол Семей орманы және де Ертіс орманы. Одан бөлек бізде қорықтар бар, 10 қорық бар Қазақстанда, және де 122 лесхоз бар. Жаңа сіз айтып отырсыз, қорық пен резерваттың айырмашылығы не сол кезде? Қорықта ол қорықтық режим дейді. Ол жерлерде, мысалы, бізде опытлары өз режимге бөлінеді. Соның ішінде мына қорық дегеніміз заповедниктер. Оларда тек қана қорық режимі, ол жерде тек қана қорғау және бағанағы зерттеу, ғылыми жұмыстар жүргізу, сондай жұмыстар жүргізіледі. Ал резерваттарда, мысалы, орман резерваттарында ол жерде орман шаруашылығы да жүргізуге болады, ол және де егу деген сияқты ағаштарды питомник құрады деген сияқты. Табиғи резерваттардың ішінде, мысалы, белгілі бір аң түрін, мысалы, биоалуан түрлілікті сақтау мақсатында, соның өздерінің ерекшеліктеріне сәйкес, мысалы, бізде Іле балқаш резерваты құрылды, ол жерде тұран тигрін қайтадан мысалы Ресейден алып келіп, сол жерге несін сыңдыру, ендіру болып. Енді бірінші кезекте қазіргі таңда ол жерде кормовой база дейді, неге соған құру мақсатында қазіргі кезде сол жерлерде аңдардың санын көбейту бойынша жұмыстар жүргізілуде. Тоғайын, маралы, Иә. Менде өзіміз Астана мен Алматының ортасында жүргенсін, Астана жақта Боровой бар, мына жерде Іле Алатау бар. Сол екеуінің қазір былай айтқанда юридический статусы қандай? Енді бұл екеуі де ерекше қорғалатын табиғи аумақ, екеуі де ұлттық парк, мемлекеттік ұлттық табиғи парк. Бірақ енді бізде Бурабай ол президент әкімшілігіне қарайды, ал Іле Алатау мемлекеттік ұлттық табиғи парк ол орман шаруашылығы жануарлар дүниесі комитетіне бағынысты мекеме. Екеуі де нацпарк, екеуінде де 4 режим бар қорғайтын, және де олардың да енді екеуі де мегаполиске жақын орналасқан ғой. Іле Алатау үлкен мегаполистің ішінде тұр, былай айтқанда. Біз оның өзінің филиалдары бар, жері де көлемі де үлкенірек, өйткені 200 мың гектарда 199 мың. Ал Бурабай енді оған қарағанда кішкене шағындау, 123 мың ба, 127 мың ба, сондай гектар жер, және де ода филиалы жоқ. Ол өзі жеке мекеме ретінде сол жерде функционер етіп жатыр. Енді бұл екі ұлттық парк не болғанымен, мегаполиске жақын болғандықтан рекреациялық нагрузка дейді ғой. Мысалы, адамдар өте көп посещать етеді, өте көп болады. Ол адам көп болған соң ол жерде табиғаттың жануарларға да және де өсімдіктерге де өте зиянда. Өйткені мысалы адамдар көп барып, көп жүргеннен кейін ол жерде мысалы жас ағаштарында өсіп шығу қиында, өйткені тапталады ғой. Көп жерлер тапталады. Одан кейін өрт қауіпсіздігі, басқа да санитарлық жағдайы, кәдімгі қоқыс деген сияқты. Сондықтан енді сол жағынан енді кішкене қала жақтағы ұлттық парктерге, нелерге кішкене қиындау. Өйткені ол жерде нагрузка түседі. Нагрузка көп, өте көп. Сіз жаңа айтып отырсыз резерваттарды бәрін. Бірақтан бізде тағы да мемлекеттік питомниктер бар. Мемлекеттік питомниктардың саны қанша? Бізде Қазақстанда 218 орман питомниктері бар. Ол мемлекеттік? Барлығы мемлекеттік, олардың барлығы ол лесхоздарда және де нацпарктарда
екі резерватта өздерінің питомниктері бар. Ол питомникпен бағана өздеріндегі ана көктемгі және күзгі ағаш отырғызу кезінде өздерінің пассаж материалымен қамтамасыз ету мақсатында құрылған питомниктер. Енді олардың 218 питомниктің где-то 140-тай ол постоянный питомник дейді ғой, ол мысалы 25 гектардан ауқымы үлкен сондай питомниктер, ал қалғандары ол мысалы 5 гектарға дейін уақытша питомник дейді. Өйткені бағанағы жерде шаршайды ғой, сондықтан оны бағана жерін ауыстырып отыру керек, барып нету керек. Соған байланысты бізде сондай Өзінің талаптары бар. Иә, талаптары бар. Түсінікті. Жаңа айтып отырсыз 122 лесхоз. Сол 122 лесхоздың қайсы сіздерге комитетке қарайды, қайсы жергілікті әкімшілікке қарайды, саны бойынша? Лесхоздардың барлығы, орман шаруашылық мекемелерінің барлығы тікелей облыстық әкімдікке қарайды. Сол 122 122-нің барлығы. Ал жаңағы опыты, резерват, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, соның ішінде республикалық, олардың барлығы орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетіне. Сіздерге қарайды. Бізге қарайды, иә. Талғат Сейітұлы, сіз жаңа айтып отқандай, біз жаңағы орманның инфрақұрылымы дейді ғой, жаңа Мади айтып өтті, ішіне не кіретін. Сіз өз ойыңызды айтып берсеңіз, тағы да соның қай жағынан қарастырса болады? Иә, енді мына орман шаруашылығы мекемесінің өзінің құрылымдары бар, ішіндегі ішкі құрылымдары бар. Оның құрылымдарын алған кезде мына ең алдымен обход дейді. Мына орманшының айналымы, ол шаруашылық айналымы, ол өзінде әр зонаға байланысты, климаттық зонаға байланысты әртүрлі оның аумағы бар. Мына таулы аймақтарда 1,5-2 мың гектар болатын болса, ал шөл аймақтарда 7 000 гектарға дейін жетеді. Сол себепті сол айналымды әрбір орманшы сол жерде өрт қауіпсіздігі бар. Содан кейін мына жануарлар дүниесін қорғау мәселесі бар, ағашты заңсыз кестіру мәселелері бар. Сол жерде ол қарап, сол жерде өз жұмысын жасайды. Енді оның өзінің айналымына несі бар, картасы бар, сол картасы бар, таксациялық сипаттамалар бар, соның негізінде жұмыс жасайды. Енді ары қарай орманшылық дейді. Орманшылық, ол орманшылық мына 4-5 айналымды біріктіріп, сол неден мастерлік участок дейді. Мастерлік участок, сол мына 3-4 айналымнан бір мастерлік участок шығады. Оның себебі мына әрбір 4-5 әр жерде әрғалай өзінің нормативтері бар. Сол бойынша сол әрбір мастер мына қарамағындағы 4-5 орманшының дұрыс жұмысын қамтамасыз етіп, соған басшылық жасайды. Соның кейін ары қарай орманшылық кетеді. Орманшылық енді 3-4 мастерлік участка бірігіп алады да, оны лесничество немесе орманшылық деп айтады. Сол орманшылықты басқаратын бас орманшы болады. Орманшы соның көмекшісі болады. Соның кейін осы ары жағынан тағы 2-3 орманшылық мына орман шаруашылығы мекемесінің жалпы аумағын құрайды. Сонда қарап отырсаңыздар, кезінде мына орман шаруашылығы мекемелерінің аумақтарын қараған кезде оның бір специализациясы дейді, соң кейін орнықты басқару өздерінің көрсеткіштері болған. Сол себепті егер мына әр таулы аймақтарда орман шаруашылығы мекемелерінің аумақтары үлкендеу болады, ал жазық жерлерде олар кішілеу. Себебі жазық жерлерде оның қорғау мәселелері бар, ол қиындау да, ол жерде адамдар көп бара алады, транспорт жағынан олар барлық жерге кіріп кете алады, ал таулы жерлерде, көп жерлерде өзінің бір тек жол бар, тропинкасы бар, мұздықтар бар, андай бар, барлық кішкене оны қорғауға ыңғайлы. Тексеріс қойып қойсаңыз, негізі қадағалап отыруға болады. Сол себепті мына осындай орман шаруашылығы мекемелерінің аумақтарын атқан кезде ол бұлай специализация деп аталған, оптимальный мына несі площадь деп айтады, соның барлығы осыған байланысты нетілген. Сол себепті Қазақстанда мына 122 орман шаруашылық мекемелері сол негізде құрылған. Енді бұл қазіргі таңда қазіргі кезде бізде есепке кірмей қалған ормандар бар. Ол қай жерлерде? Ол көбінесе мына шөл және шөлейт аумақтарда бұрынғы қаракөл қойларын өсіретін шаруашылықтар болды. Сол жерлерде сексеуіл ормандарда ол орман қорына жатпаған, бірақ қазіргі кезде мына мал шаруашылығының кішкене экстенсивті жүргізіліп жатыр ғой. Себебі реформа болды, көп нәрсе болды, көп жерлер қараусыз қалды да, мына сексеуіл қазір тез өсіп келе жатыр. Мына егер мына Шарын ұлттық паркінің жанын қарап отырсақ, ана жазықтың барлығында мал азайып еді, ол жерде сексеуілдер мына тауға қарай өсіп, солай қарай ұлғайып бара жатыр. Сол себепті мына қазіргі кездегі бір тағы бір мәселе осы
есепке кірмеген ағаштарды есепке алып, ол мүмкін оны жеке орман қорына беру керек шығар. Сол жердегі шаруа қожалықтар егер алам десе, соларға беріп, олар жеке орман шаруашылықтарын өздерінің, бізде бағана Мәди айтты ғой, мына жекелеген орман шаруашылық жерлері бар деп. Сол жерлерді ұлғайтуға болады. Себебі қазір бізде жекешеленген орман қорының жерлері небары где-то бір 600-700 гектар ғана. Оның барлығы көбінесе питомниктер. Талғат аға, рахмет үлкен. Осы сіздің айтып отқан бір екі жер ұнады маған. Сексеуіл, мен сексеуіл туралы айтқым келіп еді. Екіншісі, орманның көлемін өсіру бойынша. Осыдан Мәди сізге сұрақ келеді. Бір-екі жыл бұрын мемлекет басшысы 2 миллиард ағаш отырғызу бойынша тапсырма берген етін. Сол тапсырманың орындалу бағыты қалай болып отыр қазір? 2020 жылы күздегі өзінің жолдау кезінде мемлекет басшысынан тапсырма болған. 5 жыл ішінде 2 миллиард ағаш отырғызу. Сол бойынша 21-25 жылдар аралығында орманды молықтыру бойынша, әр облыс бойынша кешенді жоспарлар бекітілді. Сол жоспары бойынша жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда бізде сол 500 миллион жуық ағаш қазіргі таңда отырғызылды. 3 жыл көлемінің ішінде. Енді кезекте біздің басты мақсат соның бағанағы күтіп баптау жұмыстарын жүргізіп, соны ары қаратай мемлекеттік орман қорына дейін аудару туралы бағанағы бізде орманның ішіндегі бағанағы ормансыз бен орманды алқап дедік қой, сол орманды алқапқа көшіру бойынша жұмыс жүргізіледі. Қазіргі кезде енді бізде бастапқыда 2021-2022 жылдары көлем аз болған. Мысалы бізде 2021-де 130 миллион ағаш отырғызсақ, 2022-де біз 280 миллион отырғыздық. Ал биыл мысалы 409 миллион. Келесі жыл 525 миллион деген сияқты. Өйткені көбейіп жатыр. Неге? Өйткені бірінші кезекте бағанағы ағаш отырғызулардың алдында бірінші сол көшет дайындау керек, жерді дайындау керек. Ол жерге бағанағы зерттеу жұмыстарын жүргізу керек, топырақ зерттеу деген сияқты. Сол бойынша соған бізде 2023-ке дейін соған дайындық жұмыстары жүргізілді. Яғни 21-22-де көлем кішкене аз болды да, бізде 23-тен бастап резкий скачок. Мысалы бұрынғы кездерде біз 130 миллион сондай ағаш отырғыздық, сразу 409 миллион, өте көп. Енді бұл кезекте бізде тағы айта кететін мәселе, біз барлығын ағаш сеп беретін десе отырғызбаймыз. Мысалы сеянцы дейді ғой, біздің орманға егетін көшеттеріміз ол кішкентай. Өйткені кейбір кісілер енді ойлайды да, қарапайым халық ағаш отырғызып жатыр екен деген соң бір есіктің алдына отырғызғандай 1,5-2 метрлік коммен деген сияқты. Енді мынандай үлкен көлемде жүргізген кезде бізде мемлекеттік орманда отырғызған кезде орманшылар олай отырғызбайды. Бізде мысалы сексеуіл болса оны екі тәсілі бар. Себеміз оны, немесе бағанағы көшеттерін дайындап, сол көшетін егеміз. Енді кезекте қазір оның барлығын әртүрлі болғандықтан біз кейбір жақтарда сол түсіндірме жұмыстарын еткен кезде бағанағы журналистерді шақырып көрсету арқылы халыққа жеткізу үшін, өйткені оны көрсету керек қой. Ол орман егу мысалы олар үйреніп қалған ғой, біз жаңа үй соған кезде 3 метрлік талдарды алып келеді, отырғызып кетеді, одан кейін солай орман пайда болады деп. Оның бағасы қымбат қой. Бағасы қымбат, ол біріншіден бағасы қымбат, одан кейін оның мысалы оған техника өте көп қажет, жұмыс күші де көп қажет болады, және де ол өте енді былай айтқанда экономикалық жағынан тиімсіз, өте тиімсіз, және де үлкен көшеттер олар приживаемость дейді ғой, өсім талдығы кішкене нашарлау болады, кішкентайға қарағанда. Өйткені бастапқы кезеңде, жас кезінде, адамды жас кезінде денсаулығы мықты ғой, сол сияқты ағаштарда да сондай болады. Түсінікті. Екінші сұрақ сексеуіл туралы. Талғат Сеевич, вы тоже вот по саксаулу работали, Мади, наверное, вы тоже подскажете. У нас есть вот наши южные регионы, Джамбульская область, Кызылординская область, да, часть Абалынтинской области, где растет саксаул. Саксаул у нас считается лесным фондом. Да. Первый вопрос, Мади, к вам, наверное. Какая территория саксаула в гектарах? Да, саксаул это вообще как чудо дерева, по идее. Потому что там, где даже не растет растительность, саксаул проживается и растет. Также и
бағанағы құмды да тоқтатады деген сияқты. И в настоящий момент у нас из покрытой лесом площади, вот это 13,7 миллионов гектаров, половина это саксауловые леса. Почти 6 миллионов, да? Да, более 6 миллионов, это 6 миллионов 500 тысяч, может быть. 49%. Это у нас саксауловые леса. Это у нас Кызылординская область, Жамбылская область, Туркестанская область, часть Алматинской области. Она у нас покрыта саксаулом. И вообще по международным стандартам, как-то для них это как саксаул не считают как лесным фондом. Ну, так как считают, да? в Европе, например, в Америке или в других странах у них же все-таки лес более крупный, чем по сравнению с Центральной Азией. Но мы как лесоводы, как лесники, мы доказали этот факт, показали нашим зарубежным коллегам, на какой условии растет этот саксаул, и также как она растет. И после этого, вот, я помню, были у нас гости из Италии, из Польши, вот они сказали, это чудо дерева. Ну, там температура, вот этот, у него разница. Это зимой очень холодно, летом очень жарко. Там, например, если на улице 40 градусов, песок же вообще там был плюс 10 градусов, наверное, может там плюс 50, и там она проживается и абсолютно комфортно растет. Талгат Сич, может, вы какие-то проекты делали по саксаулу? Или... Да, саксаульникам вообще вот для Казахстана это такое дерево, да, которое половина, во-первых, половина покрытой лесом площади это саксаульники у нас занимают, во-вторых, они имеют вот почвоукрепляющие, водорегулирующие функции. Почему? Потому что у них подземная часть корней, да, 2-3 раза быть больше, чем надземная часть. Если надземная 1,5-2 метра, а подземная часть уходит глубоко. Поэтому здесь, вот когда вообще для саксаульников, да, во-первых, сейчас вот нужно создавать вот такие специальные питомники, лесные питомники. Вот в Кызылорде у нас есть питомник при Казалинском лесхозе и Аральском лесхозе. Мы создавали в свое время питомники. То есть вот они сегодня обеспечивают посадку примерно где-то, наверное, более 10 тысяч гектаров. Это во время весны, вот в марте месяце, они, два лесоохранных учреждения занимаются посадкой леса вот на тех питомниках, которые, один питомник был создан по линии комитета леса, и второй питомник создавался в рамках международного проекта Глобального экологического фонда. И, во-вторых, вот для сейчас приаульное пастбище, да, находится в деградированном состоянии, и пески наступают на села. То есть вот это пример Бахбахта здесь, в Балхашском районе Алматинской области, или Аралкум, это Аральский район Кызылординской области. И вот путем применения механических и биологических методов защиты нам удалось остановить вот наступление подвижных песков. То есть вот мы применили здесь клеточный механизм, люди отправили мы в Туркменистан, посмотрели их опыт работы, вот как они работают. И клетки, да, которые были созданы из камыша, вот они создают определенную влагу, вот, допустим, 2 на 2 метра или 3 на 3 метра, вот такие клетки, и туда мы высаживали жузгун, саксаул и так далее. Сегодня два проекта, вот и Аралком, и Бакбакта, там уже пески, вот я недавно съездил, их практически нету. Вот, то есть вот эту программу вообще мы предлагали внедрить в условиях Мангостауской области, Атырау, Актюбинской области. Вот южная часть Актюбинской области, они примыкают к Аральскому морю, тоже у них порядка 25 населенных пунктов, тоже есть опасность, что в будущем эти пески, да, они подвижные пески, могут наступить на эти населенные пункты. То есть и тоже на территории Кызылординской области, Жамбылской области и Алматинской области, вот здесь буквально Кирбулакский район, там есть сельский округ Сарыкум, да, Сарбулак. И вот там порядка 50 гектаров возле одного аула, там есть опасность, что они со временем вот, будут покрывать это село. То есть вот здесь масштабно, да, по всей территории республики нужно заниматься вот реализацией этих проектов. Во-первых, тогда мы что сделаем? Мы улучшаем
мы останавливаем это движение подвижной песковой, это первое, потом создаем определенные условия для сельских жителей, да, потому что когда песок сдувает на их дом, да, вот пол улицы были покрыты вот этими песками, и мы улучшаем экологическое состояние этих населенных пунктов. Поэтому роль саксаула вообще для Казахстана очень бесценна. И второе, что я здесь хочется отметить, что вот сейчас, вот, когда Казахстан подписывал Парижские соглашения, да, там были приняты, вот есть межгосударственная группа экспертов при рамочной конвенции по изменению климата, и там дается понятие, что такое лес. Лес — это когда минимальная площадь считается от 0,5% до 1 гектара, это минимальная площадь, и процент проектного покрытия считается от 15 до 30%, это минимум, и высота не менее, но в пределах, минимальная высота от 2 до 5 метров. То есть в этом плане саксаул, как поглотители парниковых газов, да, она абсолютно попадает и считается деревом, который поглощает именно парниковые газы вот, в условиях Казахстана. Мади, вот біз ана қайтып Астана мен Алматының ортасына келетін болдық қой, или болмаса ана Көкшетау мен Астанаға баратқан кезде жол бойы талдар өсіп тұрады. Сол талдар жеке меншік талдар ма, мемлекеттік ағаштар болып келе ма, олардың өздерінің статусы қандай, кім қарайды оларға? Бізде мына бағанағы лесхоздардан, ОПТ-дан бөлек тағы республикалық жолдардың бойындағы және де темір жолдардың бойындағы ол да мемлекеттік орман қоры болып саналады. Олардың өздерінің аймақтарда нелер бар, сол бағанағы ағаштарға жауап беретін құзырлы органдары, орманшылар сияқты сондай нелер бар. Және де Қазавтожолда да сондай өздері жыл сайын бағанағы мемлекеттік орман қорының есебіне сәйкес кадастрлық, сондай учет лесного фонда тапсырып отырады. Және де ол жұмыста, ол да мемлекеттік орман қоры болғандықтан, ол да бағанағы өрт қауіпсіздігі және де заңсыз ағаш кесуден қорғау бойынша жұмыстары толықтай жүргізілуі керек. Және Талғат Сич айтып отыр ғой, чтобы покрытость лесом на 1 гектар было 15-30%, да? То есть деревья были, да? Вот опять же интересный вопрос, Мади, да, к вам. Вот 2 миллиарда деревьев. Просто бәрі білетті 2 миллиард ағаш екен. Бірақтан қанша гектар қанша гектар болғанша ешкім айтпайды. Сол жағынан қанша гектар алады сол? Ол 850 мың гектар болады. 850 мыңнан астам 850 мың гектар дегеніңіз, енді Астана мен санайық, Астананың территориясы 77 мың гектар, иә? Сол кезде бір 12 Астана шығайын деп тұр ма? 12 Астанадай жер толығымен бағанағы ағаш отырғызылады. Түсінікті, рахмет үлкен. Талғат Сич, вы больше практикующий, да, лесник. Можете рассказать вот про статусы, когда можно сажать деревья, когда нельзя, то есть какая этапность есть? Вот, допустим, мы знаем, что там дом строится, там проектно-сметная документация разрабатывается, да, там дальше идет строительство, там принимают, там авторский надзор есть, ну, то есть определенные процедуры мы знаем. Ну, вообще, в части инвентаризации лесов, да, вот страны СНГ, они намного вперед ушли, вот, чем, допустим, леса Америки, да, американском континенте, потому что детальная инвентаризация, как у нас, вообще не проводится, там другой подход. Там участковый подход есть, там разные. А у нас какая ситуация? У нас есть лесоустройство, да, которое проводится через определенное время, через 10 или 15 лет, вот там зависит от интенсивности ведения лесного хозяйства. И при лесоустройстве, при инвентаризации этих лесов, таксации лесов, там определяется лесокультурный фонд. Лесокультурный фонд — это те земли, это гари, вырубки, прогалины, рядины, которые почвопригодны под лесопосадки, и в будущем там мы можем посадить лес. Вот это
уже предварительно лесопригодная почва. Это мы знаем, да, почему? Потому что когда на стадии таксации мы берем почвенную карту, там смотрим материалы от прежних лет, и там написано, допустим, первая, вторая, третья категория почв. Исходя из этого проектируется порода сосны, допустим, если это лесорастительные условия, допустим, Кустаная или Акмолинской области, или, допустим, это Севказа, это там береза осина в большей части. Поэтому здесь, когда нам известна лесокультурная площадь, и там составляется вот на это, допустим, на определенную площадь составляется проект создания лесных культур. Вот этот документ, там определяется, во-первых, исходя из почвы, там проводятся почвенные обследования, еще раз, да, и определяем точную категорию почвы и проектируем, какие породы. Здесь вообще по положению международной конвенции не нужно вот на землях лесного фонда заниматься внедрением чужеродных деревьев. Это опасно. Поэтому здесь мы должны заниматься, вот если, допустим, это сосновые леса, сосновокновенная, да, в условиях Севказа, или в условиях Востока это хвойные леса, допустим, пихта, ели, там, кедр сибирский и так далее. Мы должны именно проектировать основные культуры, которые там произрастают, и более ценные культуры. Допустим, береза осина, да, осина особенно, она сопутствующая порода, поэтому мы там не занимаемся проектированием осиной. Она, когда лес выгорает, пожара, да, тогда после этого идет семена пород. То есть сперва появляется лиственная порода, это береза осина, потом под пологом их появляется хвойная порода. А хвойная порода это именно типичные местные культуры, породы, которые там произрастали. Поэтому первая основа это выбор породы, вот ключевое. Там мы знаем почву, выбрали породу, теперь есть, допустим, разные технологии, да, технологии. Потом сейчас действительно вот сейчас вот леса Семиормана, да, резервата, мы 60 тысяч гектаров потеряли, потому что там противопожарная безопасность, вот противопожарные разрывы и просеки нужно пересматривать. Почему? Потому что это, если мы повышается на 2 градуса в будущем, средняя температура, тогда опасность возникновения пожаров вырастает в разы. То есть те подходы, которые у нас до этого были, да, они могут не выручить нас. Поэтому здесь мы должны исходить из того, когда мы проектируем лесные культуры, посадку, там нужно уже смотреть куртинные, может быть, посадки, да, потому что межполовое пространство должно быть, безлесное пространство, потому что раньше у нас как было технология, здесь ширина, допустим, 3 метра, и через каждые 0,75 сантиметров мы высаживали посадки. То есть такие посадки сгущенные, да, она выгорает за раз. Если пожары будут, допустим, и мы потеряем эти леса. Поэтому здесь нужно посмотреть и проект, вообще схему размещения деревьев в ряду и междуряде, или куртин. И третий момент, там вообще мы определяем уходные работы. Вот, допустим, в течение 5 лет они произрастают, достигают определенной высоты, допустим, 1 метр. 1 метр – это та высота, которая считается они переведенной и покрытой лесом площадь. Если она не достигнет, допустим, метра или 1,5 метра, тогда она относится к еще не сомкнувшейся лесной культуре. То есть это не переведенная, это не считается лесом. А когда мы стандартный размер достигли, тогда мы считаем лес. И в дальнейшем, будущем, да, вот через каждые, допустим, 10 лет, там мы назначаем, при правильном лесоустройстве назначается рубки ухода. То есть, если от 1 до 20 лет, там осветление должно проводиться, потом прочистки, это от возраста зависит, потом прореживание, потом проходные рубки. Вот таким образом мы управляем лесами и учитываем все вопросы, и противопожарную часть, и вредители болезней. Вот сейчас тоже, когда идет изменение климата, да, повышение температуры и так далее, здесь тоже вредителей много, болезней много становится. То есть вот здесь тоже нужно посмотреть, вот какие, допустим, биопрепараты мы можем внедрить и обрабатывать эти насаждения. То есть это такой длительный процесс, сложный процесс вообще управления лесами. Мади осыдан кейін енді бір сұрақ туындап тұр өзі да. Бүгінгі күні
сол орманды карау боюнча, жабдык боюнча кандай жұмыстар жүргүзүлүп атыр? Қазіргі таңда енді Қазақстан бойынша алатын болсақ, ол 68% құрайды. Нормативтің, мысалы, нормативке сәйкес бір мекемеде, мысалы, орманшылықта пожарный машина болу керек, өрт сөндіру машинесі, патрульдік машинесі болу керек, трактор болу керек, тағы сондай сияқты. Ол нормативке сәйкес жүргізіледі. Сол нормативтер бойынша бізде қамтамасыз етілуі 70%. Енді кезекте сол 70%-дің ішіндегі жартысынан астамы олар бағанағы бұрыннан келе жатқан ескі техника. Яғни 10 жылдан асып кеткен техникалар, яғни моральды тозған. Сондықтан енді қазіргі таңда бұларды жақсарту және жаңарту, қамтамасыз ету бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Биылдың өзінде бізге, мысалы, бұрынғы жылдары жылына комитетке қарасты мекемелерге, мысалы, среднем 500 миллион, или даже ол алдыңғы жылдар 2019-ға дейінгі жылдары вообще одан да аз бөлінген. Мысалы, 2019-да 500 миллион, 2021 деген кейін уже 1,5 миллиардтай бөлінді бір жыл. Өйткені бағана президенттің 2 миллиард ағаш отырғызу деген кезде басталған кезде тракторлер нелер алынды. Енді кезекте бізде биылдың өзінде 13,4 миллиард теңге бөлінді. Оған 337-дей техника алынады. Арнайы техникалар, олар бағанағы өрт сөндіру машинелері, және малый лесопожарный комплекс деген бар. Қазір таңда на базе пикаптың үстінде бағанағы 500 литр суы бар, мотопомпасы бар, бағанағы күректерін салуға болады, хлопушкаларды салуға болады. Сондай мини не ғой, пожарный машина. Ол өйткені более маневренный, жылдамырақ жетуге нетеді. Мына өрт болған кезде ең басты ол сол өртті ерте анықтап, ең бастапқы бағана кішкентай кезінде бару керек. Сондықтан бізде малый лесопожарный комплекстер, және өрт сөндіру техникалар алынып жатыр, патруль техникалар, тракторлер деген сияқты бағана соған тиісті қаражаттар бөлінді. Және де биыл маусым айында өкіметтің қаулысы қабылданған 23-27 жылдарға арналған бағанағы техникаларды жаңарту бойынша. Ол бойынша бізде 23-27 жылдарға 68 миллиард теңге қарастырылған. Ол бағанағы өзіміздің нормативке толық жетуге мүмкіндік береді деген. Енді кезекте бұл енді нормативке жеткізгеннен кейін, оның үші бағана ескі техникаларды жаңарту керек. Сондықтан қазір кезде ол жұмыстар бойынша жалғасын тауып, бағана жаңарту бойынша жұмыс жүргізіледі. Түсінікті. Тоқет елінде 27 жылы біз 100% нормативтік жабдықтарға жеткізуге дайынбыз. Иә. Енді ол қазірдің өзінде біз алып жатырмыз ғой. Алып, ескілерді есептен шығарып, басқа жаңа техникаларын алып, және де осы нормативке өзгеріс енгізу бойынша. Өйткені қазір кезде арнайы жақсы басқа да техникалар келіп жатыр. Мысалы, одан кейін, мысалы, более басқа оборудованиялар алу керек деген сияқты. Заман талабына сай, өйткені бағана система раннего обнаружения лесного пожара деген сияқты, ол бағана камералар қою, бағанағы мұнаралардың үстіне бағана өзінің датчиктері, тепловизорлері деген сияқты сондаймен қамтамасыз ету міндеттелу бойынша сондай нормативтерге өзгеріс енгізіліп жатыр. Және де бағанағы біздің мемлекеттік орман иеленушілер, соның ішінде орманшыларды тиісті жаңа заман талабына сай бағанағы оборудованиялармен қамтамасыз ету бойынша да. Сіз жаңа айтып отырсыз, жаңағы система раннего обнаружения, мониторинг, да? Вот я на днях, нет, где-то месяц назад видел новость, что появится интерактивная карта орман ғарыш. Вот сол туралы айтып берсеңіз. Бізде бағана Қазақстан ғарыш сапарымен бірлескен бірлес ол кісілермен де жұмыс жүргізіледі. Қазақстан бізде орман шаруашылық комитетіне қарасты өзінің геопортал бар. Геопортал деген бағанағы спутник арқылы бағана ормандардың өртке қауіпті жерлерін, бағана өрт болған жерлерді көрсету бойынша, және заңсыз ағаш кесілген, одан кейін заңсыз құрылыс деген сияқты. Осы үш не бойынша геопортал бар қазіргі таңда. Енді қосымша бағана табиғат gov.kz деген
арнайы платформа жасап жатырмыз. Өйткені бізде қалай әр жерде өзінің несі бар да, мысалы геопорталдар. Сол табиғатқа қатысты геопорталдың бәрін бір жерге алып, жинап, ана табиғат.gov.kz деген, оның ішінде мысалы халыққа көрінетіндей, одан кейін тікелей жұмыс жасайтын екі несі болады, мүмкіндігі болады. Яғни сонымен жұмыс жасайтын кісілер кіре алатын, және де халыққа көрінетін. Қандай көрінетін? Оның ішінде бағанағы қай жерде бізде мемлекеттік орман қоры жері, одан кейін қай жерлерде ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, одан кейін біздің бағанағы туристік нелер, маршруттары деген сияқты. Расскажите, пожалуйста, о роли лесной экосистемы в вопросах выбросов парниковых газов. Да, вот если смотреть, да, вот абсолютном выражении, нашей покрытой лесом площадь, это более 13 миллионов гектаров, она больше, допустим, чем леса Белоруссии. Там где-то около 10 миллионов, а у нас 13, порядка более 13 миллионов. То есть вот территория большая, но абсолютном выражении у нас леса тоже, они есть хвойные породы, саксовольники и лиственные породы. Теперь, если рассматривать с точки зрения адаптационных условий земель и климата, леса вообще являются, вот, в первую очередь, они поглотители. Поглотители, они поглощают, депонируют СО2 и в каком объеме мы это сейчас на втором позже рассмотрим. И второе, это накопители углерода. То есть вот сейчас у нас вот 13 миллионов гектаров, они накапливают углерод. Есть такое понятие резервуар или пул. Да? Что считается вообще резервуаром? Это, во-первых, фитомасса. Это надземная и подземная часть. То есть это крона, сучья, ветви, там плоды и так далее. И плюс корни. Корни, которые вот есть мелкие корни, разветвления, да, они их не берут, а вот остальные вот в тоннах они считаются. И вторая часть — это органические вещества. Органические вещества — это мертвая древесина, да, которая отпала по каким-то причинам. Это сухостой, это валежники и напочвенный покров. Напочвенный покров, они тоже накапливают определенные объемы, миллиона тонн СО2. И третья часть, она почва. Вот сейчас, когда вопросы задают, допустим, сколько все-таки накапливает углерод лесные экосистемы Казахстана, мы в 2014 году по данным инвентаризации 2013 года, там книга государственного учета лесного фонда проводится через каждые 3 года. Вот тогда на тот момент, в 2013 году, мы взяли за основу государственного учета лесного фонда 2013 года, и порядка 718 миллионов тонн СО2 накапливает наши леса. Но здесь без учета почвы. То есть почвы, потому что мы не могли добраться до них, потому что там же категории типа почв, какие почвы там, черноземы или сероземы и так далее, монитировка почвы, они очень сложная вещь, поэтому вот две составляющих, да, 2 резервуара, это фитомасса, плюс это органические вещества, которые накапливают остатки, и вот в сумме 718 миллионов тонн СО2 они накапливают. То есть это с точки зрения в плане накопления. А в плане поглощения СО2 наши леса примерно вот ежегодно, да, где-то поглощают 18 миллионов тонн СО2 эти леса. То есть это тоже приличная сумма, которую они в реестре, она должна войти. Там же ежегодный отчет есть, отчетности по поглощению СО2. И она в этой системе, вот 13,5 миллионов там покрытая лесом площадь, они там есть. И третий, это у нас третий вид появляется, это мы смягчающие функции в условиях изменения климата. То есть смягчение, что это такое? Смягчение, когда леса, кроме поглощения и накопления, они играют водорегулирующую функцию,
улучшение почвы, то есть косвенные функции, она и называется смягчающей функцией. Это согласно, опять же, по классификации, которая есть при рамочной конвенции по изменению климата. То есть вот из трех вещей, вот из трех направлений, теперь мы должны, когда мы ведем, допустим, да, лесной углеродный проект, мы должны учесть вот все три фактора. И есть методология. Методология вот леса, вот по классификации вот, рамочной конвенции, она относится к землепользованию, изменение землепользования и лесное хозяйство. То есть по этому сектору, да, по этому сектору мы ежегодно отчитываемся и ведется учет. Но когда есть есть правила, да, которые утверждены приказом министра, вы знаете, когда это 7-е приложение, кажется, да, там есть методика расчета поглощения да, есть, да, но там есть некоторые моменты, которые вообще мы должны обращать внимание в будущем. Да? Вот мы тогда еще с вами говорили, что нужно вот с точки зрения поглотителей, накопителей и смягчающих действий, мы должны вот все три фактора учесть и потом после разрабатывать лесно-углеродные проекты. Лесно-углеродные проекты тоже есть свои шаги. Да? Первое – это инициация или концепция, потом проектный документ, потом идет валидация, потом регистрация этого проекта, потом идет верификация и потом регистрация углеродных единиц от этого проекта. И вот эта схема, которая установлена везде, это одинаковая во всем мире. И единственное, вот исходя из этого, вот можно было бы определить, допустим, да, направление лесно-углеродных проектов. Вот, допустим, если мы будем заниматься, берем проект вот на какой-то земле, да, начинаем высаживать лес. Здесь нету, да, никаких споров нету. Это вот, допустим, я фермерское хозяйство, начинаю посадкой леса и буду считать это лесным проектом, она считается. А второе, есть принципы устойчивого управления лесами, то есть или устойчиво управляемые леса. Вот такое понятие есть, а туда входит как раз те мероприятия, да, которые мы проводим на землях лесного фонда. Туда относится лесовосстановление, туда относятся противопожарные мероприятия или защитные мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями. То есть тогда учет ведется по-другому. Да? То есть мы базовый знаем, что они накапливают, вот этот базовый, вот этот лес, вот 20 тысяч гектаров, я знаю, допустим, на этом этапе они поглощают столько-то, накапливают столько-то углерода, а вот на часть, которую мы улучшаем, да, вносим защитные мероприятия или противопожарные мероприятия, вот эта часть, она должна считаться, вот, относиться к лесным углеродным проектам. То есть вот этот момент как раз сегодня, она в течение вот последних 3-5 лет, они являются спорами, да, среди различных структур, поэтому, а с точки зрения вообще экономики, тогда здесь мы выигрыши дважды. Во-первых, мы реализуем лесной углеродный проект, а во-вторых, мы туда вкладываем инвестиции со стороны. То есть это у государства денег-то ограничено, да, ресурсы ограничены, поэтому таким образом мы могли бы решать две проблемы. Вот поэтому здесь вот, на будущее вот, вообще нужно определиться вот, стратегией разработки лесно-углеродных проектов и в целом определиться. И есть необходимость тогда внести изменения, дополнения в существующее лесное законодательство. Касательно вот, городских лесов, да, города Алматы, вот вообще Алматы, мы знаем, зеленый город, да, вот с советских времен, и здесь где-то растут порядка 4 миллиона деревьев. 4 миллиона деревьев, и из них, допустим, где-то порядка более 300 тысяч – это аварийные деревья. То есть это перестойные деревья, которые из-за, допустим, сильных ветров или, допустим, из-за плохого состояния, санитарного состояния могут представлять определенную опасность для человека, для транспорта и так далее. Поэтому здесь вообще нужно провести, вот, по примеру крупных городов, это Санкт-Петербург или Москва, или Япония, есть города, которые там проводятся вот, лесоустроительные работы с назначением мер.
определенных лесохозяйственных мер. Поэтому здесь, во-первых, что мы должны, чтобы устойчиво управлять городскими лесами, мы проводим оценку состояния деревьев, проводим инвентаризацию, определяем, даем санитарное состояние, оценку. Здесь вообще есть резистограф, да, есть новый аппарат, это УЗИ для древесины. То есть они определяют внутрьстволовую гниль древесины, и здесь споров нету. Когда в Алмате экологическое сообщество, оно очень активное, поэтому любая вырубка деревьев воспринимается ими очень плохо, негативно. При этом они не знают даже, какое состояние этого дерева. Поэтому, когда мы ведем подеревный учет путем сочетания дистанционного зондирования и наземной таксации. То есть дистанционное зондирование мы определяем, сажаем деревья на свою местность, на свою точку, если так выразиться. И второе, путем натурной таксации мы определяем санитарное состояние. Всех не надо измерять, это только перестойное, спелое перестойное насаждение, которое представляет наибольшую опасность. И тогда мы назначаем вот для этого дерева, да, допустим, санитарная рубка. Или для какого дерева мы берем ландшафтные рубки. То есть она в случае же тоже надо убирать вот с нижней части. Она тоже для граждан, для общества они представляют опасность, для детей, допустим. Да? Поэтому здесь мы назначаем такие меры, мы назначаем именно те меры, которые нуждается данное дерево. Это первое. Второе, сейчас примерно высаживается более 300 тысяч деревьев ежегодно. Алматы қаласында. Да. Теперь она как берется? Да, она берется вот чисто такой подход. Вот здесь там у нас погибли, там нужно то. Но мы предлагаем исходить из того, если вот западная часть и северная часть это промышленная зона, промышленный сектор, мы когда зная возраст, вид дерева, их высоту, там, фитомассу и так далее, мы можем определить, и какой объем они поглощают. И теперь, зная загазованность отдельных районов, вот северная часть или западная часть и так далее, мы определяем количество деревьев, которые нужно там высаживать, то есть с учетом необходимого поглощения, фактического выброса и необходимого поглощения. И тогда, получается, мы не будем заниматься посадкой только в Медеевском районе. Вот здесь, в принципе, зеленая часть, там количество деревьев достаточно, а мы будем заниматься именно западной или северной части, это промышленной зоне. Это первое. Второе, мы можем, вот компенсационные меры, да, посадки есть, да, то есть те загрязняющие компании, которые работают на территории города, им нужно поручить, чтобы они определенную часть или в полном объеме, они должны заниматься высаживанием этих лесов. Потому что, я опять же говорю, это городской бюджет тоже ограниченный. То есть вот здесь они компенсируют свой углеродный след. Вот это основа из основ. Поэтому мы сейчас вот с акиматом работаем на уровне университета акимата. Сейчас меморандум подписали и хотим, чтобы вот под этой идеологией, да, мы пересмотрели вообще политику управления городскими лесами города Алматы. Вы этим сейчас занимаетесь как Казахский аграрный и исследовательский институт. Университет. Университет, да. Все понятно. Здесь я вот хочу отметить две вещи, которые я абсолютно вас поддерживаю, вы прекрасно знаете об этом. Да, лесные углеродно-офсетные проекты – это то, что мы должны заниматься, и вот, наверное, и за счет этого и мы познакомились в целом, да, когда мы приходили с этой инициативой. К сожалению, таких проектов на сегодняшний день нет, и оно на самом деле решает две ключевые проблемы. Это первое, у нас есть обязательство по Парижскому соглашению 15%, да, если у нас будет больше лесов, то у нас будет больше поглощений. Второй момент, она решает проблему привлечения внебюджетных инвестиций в лесную отрасль, инфраструктуру, да. Осы жерде, вот, Талғат Сейітович, когда вот вы говорили, мен өзім бір неге мән бердім да, Алматы қаласы дейміз, Астана қаласы дейміз да, бізде 89 қала бар да, 6000-нан астам ауыл бар. Сол жерде өсетін ағаш, в чье ведомство это входит? Кімге бағынысты ол? Бұған айта кетейін, бізде бағанағы мемлекеттік орман қоры деген ол бағанағы орман қоры ғой. Ал қаланың ішіндегі ол зеленый насаждение дейді, мысалы жасыл желектер. Олардың барлығы біз биыл жылдың басында заң қабылданған болатын.
өсімдіктер дүниесі туралы. Бұл заңның қабылдау себебі де мына орман қорында, ершоғырлы табиғи аумақтарда бағана өсімдіктер қорғалғанда, ал босалқы жерлердегі елді мекендегілер оларға кім қарайды, кімнің құзырында деген сөз туындап көп жылдар бойы мәселе көтерілген болатын. Сол бойынша тиісті жұмыстар жүргізіліп, 2 қаңтарда биыл заң қабылданған өсімдіктер дүниесі туралы. Сол заңның ішінде жасыл желектерге түсіндірме беріліп, және де 2 бап арнайы арналған осы жасыл желекке қатысты. Ол бағанағы кім Талғат Сейітович айтып кеткендей, қаладағы өздеріңіз білесіздер, Түркістан облысы алғаш құрылған кезде облыс болып Шымкенттен бөлініп, сол кезде ол жерге активно мысалы қаражат бөлінді қала салуға, сосын сол қаланың бағана сәнін келтіру, бағанағы ағаштар отырғызу бойынша тиісті жұмыстар жүргізді. Сол кезде әкімдік тарапынан, енді біз сол кезде ұйымдастырған кісілердің тарапынан, мысалы олар жақсы болсын деп ойлаған шығар, шетелде неден ағаштар әкеп отырғыза бастады сол жерге. Ол акклиматизациядан өткен жоқ. Ол бағанағы районирование дейді, әр ағаштың өзінің несі бар. Соған сәйкес ол өз сонша қаражат бөлінді, оған сонша еңбек етті, мысалы адамдар жұмыс жасады, оны отырғызды деді, ол өспей қалды. Содан кейін айта бастады, научный органдар шақырып, нелерді шақырып, неге өспей қалды, қалай болды, может екпеді ма деген сияқты құзырлы органдардан сұрақ туындады. Сол кезде ғылыми мекемелер оларға өздерінің нелерін берді, заключенияларын. Соған сәйкес ол бағана ағаш, енді қанша күтсең де ол өсу өте қиын ол ортада. Сондықтан да біз осы өсімдіктер дүниесі туралы заңмен бағанағы ағаш егердің алдында міндетті түрде ғылыми мекеменің несі болу қажет, сараптамасы, сол кісілердің нұсқаулықтары. Енді кезекте оны біз определенный бірақ мекемеге байлап тастамас үшін ғылыми мекемелер деп жаздық. Өйткені әр аймақта өзінің институттары бар, универлері бар, кафедралары бар. Бізде қазір орман шаруашылығы бойынша өте көп. Сондықтан басқа да институттар бар. Солардың ғылыммен айналысатын адамдары, сол заключение бере алатын адамдар беру үшін. Және де сол міндет болатындай. Содан кейін әр қалада өздерінің бағанағы дендроплан дейді, генпланның бір бөлігінде озеленение бойынша міндетті түрде болу туралы талап қойылды. Ол бойынша бағанағы сопутствующий законопроект дейді ғой, өсімдік дүниесімен бірге. Сол кезде тиісті өзгерістер бағанағы закон об архитектуре градостроительства кірдік, одан кейін бағанағы о местном управлении, государственном управлении деген сияқты жоқ құзырет болатындай әкімдіктерде. Қазіргі таңда жасыл желектерді қорғау, соны отырғызу, басқа да жұмыстарын тікелей жауапты ол жергілікті атқарушы билік. Сондықтан да ол жасыл желектер бағанағы қала болсын, ауыл болсын, одан тыс жерлер болатын болсын, ол бағанағы елді мекендерге жақын жердің бәрі ол жасыл желек болып табылады. Түсінікті, рахмет. Тағы да енді бүгінгі соңғы сұрақ болатын шығар. Астана мен Алматыда ботаникалық саябақтар бар. Солардың құзыреті кімде? Ботаникалық бақ бізде Өйткені неге бұл сұрақ туындап тұр? Өйткені мына үйдің қасында өсетін, ауыл мектебінде өсетін ол қарағаш деген сияқты біртүрлі талдарда, бірақтан ботаникалық саябақтар біз өзіміз енді Астанада, Алматыда қыдырған кезде көптеген түрлері бар. Соған кім қарайды? Енді бізде бұл комитетке бағынысты мекеме, бас ботаникалық бақ, институт ботаники фитоинтродукции дейді ғой, ол осы Алматыда орналасқан. Алматы 90 жылдық тарихы бар, үлкен саябақ емес не? Ботанический сад. Ботанический сад. Бұл жерде, осы елге түсіндіру керек. Саябақ пен ботаникалық бақтың айырмашылығы бар. Өйткені ботаникалық бақ ол ерекшелі табиғи аумақ, және де ол жерлерге келіп адам бағанағы табиғаттың содан кейін мысалы сирек кездесетін, дәрілік, немесе басқа да бір құндылығы бар ағаштар өсетті. Сондықтан да ол ағаштарды мысалы соны көріп, көзбен бағанағы экологиялық ағарту мақсатында, кішкентай балаларға кішкентай кезінен бастап түсіндіру мақсатында, өздері бағанағы табиғат аясында ми тынықтыруға соған арналған жер. Ол жерде көбінесе ғылыми жұмыстар жүргізіледі. Сондықтан да бізде мына бас ботаникалық бақтың 3 филиалы бар. Ол
бағана Алматыда осы жерде, одан кейін Жезқазғанда бар, одан кейін Астанада. Енді кезекте мына Астанадағы ботаникалық бақ бізде ол қоршалмаған ғой. Өзі ашық, неде тұр. Негізі Ершығырлар табиғи аумақ болғандықтан ол жер енді жеке мен өз ойым, ол қоршалған болған дұрыс ет деймін да. Өйткені қазіргі таңда енді оны қоршай бастаса, халық енді сол тұрғындар дұрыс түсінбеуі мүмкін. Неге қоршап жатыр? Тағы да басталды. Олар өйткені парк ретінде қарайды ғой. Парк ретінде, ол как городской парк сияқты қарайды да, ол городской парк емес, ол ботаникалық бақ. Сондықтан ол жерде тиісті деңгейде қорғау, не жұмыстарын дұрыс жүргізу мақсатында, мысалы ол жерде несанкционированный бағанағы сату деген сияқты бағанағы неше түрлі бағанағы прокаттар бағанағы қазір көп қой, адамдар паркке келеді, бағанағы баласын кішкентай машинаға отырғысы келеді, андай нені еткісі келеді, олардың барлығы сол жерге жиналып алады. И ертеңгі күні анау ботаникалық бақ емес, бір кәдімгі жай не сияқты болып қалғанда, сондықтан енді парк развлечений сияқты. Халық түсінсе екен дейміз да, өйткені ол өсімдіктер кейбір адамдарды мысалы газонның үстінде отырса, бұл жерде отыруға болмайды, кішкене былайырақ жүріңіздер, мына жерде нетіңіздер, жоқ, осы Америкада болады ғой, анда болады ғой дейді. Иә, ол неде, парктерде, кәдімгі жай парк болатын болса, ол егер ботаникалық бақ болып тұрса болады. А ботаникалық бақта ол жерде мысалы ол жай шөп сияқты болып көрінгенімен, ол деген бізде аймақ-аймақтарға бөлінген ғой. Ол жерлерде де бағанағы сирек кездесетін нелер бар, бағанағы емдік қасиетті нелер бар, бағанағы табличкалар тұр, нелер тұр, ол сол адам көрсін, түсінсін, маңыздылығын нетсін деп, бала-шағаға түсіндіру мақсатында жасалған заттар ғой. Және де ол жерлерде бағанағы ағаштар еще акклиматизациядан өтеді, неден өтеді, содан бағанағы қай кезде қандай ағашты отырғызуға болатынын да мысалы қосымша ақпараттар беріледі деген сияқты. Түсінікті, рахмет үлкен. Ну, уважаемые гости, спикеры, спасибо большое вам. Я думаю, мы достаточно довольно емко поговорили сегодня о лесной отрасли. Сегодня, еще раз, да, выходной день, мы в Алмате, это наш второй выпуск, который мы снимаем в Алмате. Спасибо вам, что вы согласились. Я знаю, что Мади вообще в отпуске официально, но рахмет, что пришел сегодня. Талғат Сейітович, вам тоже большое спасибо. Успехов вам в вашей деятельности и начинаниях. Рахмет үлкен. Рахмет. Рахмет сіздерге. Шақырғандарыңызға.